Мына менің қайнатамнан қалған ескі соқы бар екен. Чаңда қалып кеткен екен. Мен мұны жуып азыр. Içi dışını таза жудым. Қолда жасалған ескі антиквар соқы. Бардық жоғы жайын делекен. Мен içi dışını жудым. Еме бұға қатаған бардық нәрселерді жанчып майдалап алсам болады. Соқы ташы дағы бар. Бұл қайнатамнан қалған естелік бұйым. Сонын майлунандар қалып кетіптер. Ошолорду азыр талқан қыламын. Шу антиквар соқының жардамында. Бұға сахар қошып тұрып, кичине бір қашық сары май салып маштаса соны. Шундай нандарды уал қылбай, ырғытпайлы дейм да. Даяр болды. Еме бұға сахар салып, 2 қашық, 3 қашық сары май салып, жегенге болады. Мына енді бұға сахарды салабыз.
аралаштырып сары майдан салып мына даяр болду. Эми жесек болот. Сары майдын жеткелип сонун болду. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.